Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Жиі қайталана беретін күнделікті бір тағамды жасаудан жалықсаңыз, осы мампар тамағын жасауға кеңес беремін. Ұйғыр халқының ұлттық тағамы өте дәмді, тойымды болып шығатын мампарды дайындаймыз. Алдымен өзімізге қажетті заттарды осылайынан видеодағыдай төрт-бұрыштап турап аламыз. Мен барлық қажетті заттардың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Алдымен қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қызған майдың үстінен етімізді салып, үстінен жуамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. 2 тіс сарымсағымызды салып, болгар бұрышын салып, сәбізімізді, картопымызды, селлери мен помидорымызды салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Бұл тағамда қуырып отыру маңызды, сондықтан әр салманы салған сайын жақсылап қуыруды ұмытпаңыздар. Соңында ұсақтап туралған кинзамызды, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Бір ас қасық томат пастасын қосып, тағы да жақсылап қуырып алып, үстінен салқын суымызды құйып, 1 штук ашты перцімізді, яғни қалампырымызды бүтіндей салып, бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Ендігі кезек қамырын елейміз. Бір жұмыртқамызға дәміне қарай тұзымызды, суымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр елейміз. Бізде осындай әдемі, қатты, қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 15 минутқа тұндырып қоямыз. Сол 15 минуттың ішінде 2 рет қайтара иілін қандыруымыз керек. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырды жаю этабына келеміз. Қамырды жаю барысында ең басында ұнды көбірек сеуіміз қажет. Дәл видеодағыдай ортасына көп ауырлық салмай, 2 шетіне ғана ауырлығымызды салып, қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымыздың соңына келгенде ұнды көп сеппеуге кеңес беремін. Себебі сорпаға салған кезде сорпаның түсін өзгертуі мүмкін. Дәл видеодағыдай оқтауымызға қамырымызды орап, осылайынан 2-ге бөліп аламыз. Мен тек 1 бөлігін ғана қолдандым. 1 бөлігін морозильникке қатырып, басқа кезде қолдансаңыздар болады. Осы бөліктің өзін 4-ге бөліп, 4 бұрыштап қамырымызды турап шығамыз. Мінекей бізде осындай 4 бұрышты әдемі қамырлар пайда болды. Біз оны бөлме температурасында бетін ашық күйінде жарты сағатқа қатырып қоямыз. Қатырылған қамырларымызды қайнап тұрған сорпамыздың үстіне осылайынан біртіндеп салып шығуымыз қажет. Қамырымыздың жартысын салып болғаннан соң осылайынан жақсылап араластырып, 2-ші бөлігін тағы да біртіндеп салып шығамыз. 4 бұрыштап туралған мампарымызды салып болғаннан соң бетін жауып, баяу отта 10 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің мампарымыз дайын болды, достар. Ең соңында бүтіндей салынған қызыл ашты бұрышымызды алып тастаймыз. Сорпамыз қатты ашты болып кетпеу үшін. Мінекей біздің дәмі тіл үйіретін, тойымды ұйғыр халқының ұлттық тағамы мампар тағамымыз дайын болды, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаса, видеома лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркелек етіңіз. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Сандуғаш. Менімен видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.